Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2020 жылы жарық көрген «Әке» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Үнемі ойланып, түрінен үрей байқалатын Энн атты әйел көшемен келе жатып, әкесіне келеді. Оның аты Энтони. Әр бөлмені қарап, қартайып қалған әкесін іздейді. Сөйтіп оны тауып әңгімелеседі. Қария деменциямен ауырады, яғни алжып жатыр. Себебі бүгін айтылғанды ертең ұмытуы мүмкін. Алайда ол өзін дені сау, ақыл есі дұрыс санайды. Солай араларында түсініспеушілік пайда болып, яғни әкесіне қарап жүрген кісі қызына шағымданып қоңырау шалған екен. Сөйтіп әкесінен кетіп қалған. Ал Энтони болса, маған ешкім керек емес. Ол менің сағатымды ұрлап кетті. Мен ұрымен тұрмаймын деп айыптайды. Қызы сағатты ваннаның астынан қарадыңыз ба деп әкесін сонда жібереді. Оны қайдан білесің деп барып сағатын алып келеді. Содан қызы Парижде біреуге ғашық болғанын және сонда кететінін айтып, сол үшін күтуші адам жалдамақшы болған екен. Кейін қызы кетіп қалады. Қария ас үйде музыкасын тыңдап, шайын қойып, заттарын реттеп жатқанда үйге біреу кіреді. Қызма деп ойлап, оның атын атайды. Бірақ ешкім жауап бермеген соң шанышқыны алып, кім бар деп дауысын шығарады. Сәл жүріп, орындықта отқан біреуді көріп, кімсің, менің пәтерімде не істеп жүрсің деп сұрай бастайды. Бұл мен Полмын деп түсінбейді. Осында тұрамын деп жауап қайтарады. Живешь здесь? Да. В моей квартире. Вот это да. Я позвоню Энн. Ты знаком с Энн? Я ее муж. Ее муж? Да. И давно? Почти 10 лет. Да. Сөз арасында қызы оған қарайтын адам жалдамақшы болды. Ол бірдеңе ойластырып жүр деп айтып қалады. Мені қарттар үйіне апармақшысың айлы. Бірақ мен пәтерімнен ешқайда кетпеймін деп айқайлап айтады. Пол болса, бұл сіздің пәтеріңіз емес. Сіз мұнда көшіп келдіңіз, есіңізге түсіріңіз. Сонда бұл сендердің үйлерің ба деп сұрайды. Я деп жауап қайтарады. Сөйтіп қызы келіп қалады. Оны күткен әкесі басқа адамды көріп, не мынау? Энн қайда деп қария түсінбей қалады. Что-то не так? Энн, где она? Я здесь. Я отлучилась в магазин, вот вернулась. Понятно. И что купила? Курицу? Как тебе? Будешь? Не откажусь. Содан ол келіп, ойланып, түсінбей уайымдап отырады. Сонда қызыңмын деген әйел келіп, не болды деп сұрақ қояды. Ас үйде жүргенде біреу кіріп келді. Сөйтсем сенің күйеуің екен дегенде, әке, мен ажырасқаныма 5 жыл болды ғой дейді. Сонда жаңағы адам кім десе, қандай адам? Не айтып тұрсыз әке деп таңырқап тұрады. Ас үйге барып, жаңа ғана осында болды деп өзі де түсінбейді. Сендермен жынды болып кетесің деп бөлмесіне кіріп, терезеден далаға қарайды. Сізге не болды әке деп қызы келеді. Бір түрлі нәрсе болып жатыр деп әкесі жауап қатады. Дәріні іштіңіз ба деп оны әкелуге кетеді. Жаңа адам сенің пәтерің емес деп маған айтты. Қызынан да бұл менің пәтерім ғой деп сұрайды. Ол болса жымиып қана отырып, дәрісін береді. Солай бос үйге Энн кіріп келеді. Әкесіне күтуші тапқаны туралы сөйлесіп, хаттарды ашып отырады. Әкесі жазып жатқанда үйдің қоңырауы шырылдайды. Есікті ашып, қызды кіргізеді. Оған әкесі жайында мағлұматты айтып, оның ақыл есі дұрыс еместігін, кезінде жалғыз өзі тұрған, бірақ күтушілермен тіл табыса алмай, оны осында әкелуге тура келді. Одан не күтуге болатынын білмейсің деп ескертеді. Папа, это Лора. Приветствую. Здравствуйте. Мы раньше не встречались. Нет, не думаю. Лора зашла познакомиться, посмотреть, как ты живешь, понять, чем может быть полезно. Солай екеуі көңілді таныса кетеді. Менің екінші қызым бар, Люси. Ең жақсы көретін қызым, бірақ қайда кеткенін білмеймін деп Лораға айтып жатып, Эннің түрі ренжігендей басқаша болады. Сөйтіп көңілді отқанда әкесі өзгеріп шығып, ішіндегісін айта бастайды. Мен бұл пәтерді 30 жылдан алдын алғанмын. Енді менің қызым мені қауқарсыз қараймын деп осында келіп, жақында танысқан адамымен екеуі өз пәтерінен шығармақшы деп айта кетеді. Не айтып тұрсыз әке деп қызы жылайын деп тұрады. Ол болса, мен ешқайда кетпеймін. Менің әлі жағдайым жақсы. Маған қарайтын адам керек емес деп кетіп қалады. Стаканмен су ішіп болып, оны жуып, құлатып алады. Жинап жатып жылайды. Солай келіп, әкесіне кіреді. Бетін сипалап отырады. Кейін оны қылқындыра кетеді. Сол мезетте күйеуі Пол кездесу қалай өтті деп ойланып тұрған әйелінен сұрайды. Жақсы өткенін айтып, күтуші қыз әкесіне қарай алатын секілді деп ойлайды. Бірақ мен тауықпен келгенде ол мені танымай қалды деп көңілі түсіп тұрады. Өзімді бөтен сезініп кеттім деп біртүрлі болады.
күйеуі барынша жұбатпақ болып құшақтайды. Сол кезде әкесі кеп қалады. Содан отқан жігітке қарап тұрады. Жеңін түргенде сағатты байқап, менің сағатымды көрмедіңдер ма, жоғалтып алдым дейді. Өз қоймаңды көрдің ба деп қызы кетеді. Сол кезде жаймен келіп, сағатың әдемі екен, көрсем бола ма деп сұрайды. Сонда ол әңгімені басқаға бұрып, күн қалай өтті дейді. Ол бәрібір сағат жайлы айтып, мен сізге бір сұрақ қояйын, бірақ шынайы жауап қатыңыз деп үн қатады. Сіз әлі мұнда қанша уақыт боласыз және қанша уақыт жүйкені жұқартасыз деп оны ойландырып қояды. Дүкенде тұрғанда Пол шақыртып алады. Келсе әкесі киімін кие алмай жатыр екен. Келіп оны киіндіреді. Қызына барлығы үшін рахмет дейді. Солай қызы тамақ әзірлеуге кірісіп кетеді. Әкесі кітап оқып болып, сағатқа қарап, орнынан тұрып, дәлізбен келе жатып, қыздарының әңгімесін естіп қалады. Ол ауру, оны қарттар үйіне жіберейік деп күйеу баласы айтып жатқанда, әкесін көріп үндемей қалады. Әкесі біртүрлі болып ойланып тұрады. Отырыңыз деп оны шақырады. Тамақ ішіп отырып, Пол күтуші қыз күні бойы бола ма десе, сағат 6-ға дейін, кейін мен боламын дейді. Араларында ұрыс пайда болады. Энн тамақты алып кетеді. Полдың әкесінен шаршағанын, оған біз Италияға баруымыз керек, бірақ сіз күтушімен ұрсып қап, сізді осында алып келуге тура келді. Энн қой десе, ол ұмытып қалған секілді дейді. Қария тамақтың асханада екенін біліп, өзі алуға кетеді. Бағанағы әңгіме әкең ауру деген ұрыс қайталанады. Сол кезде әкесі кеп қалғанда, оған отырыңыз деп шақырғанда, ол ренжіп бөлмесіне кіріп кетеді. Кейін ұйықтап жатқан әкесінің қасында отқан қызын көреміз. Ол бетін сипап отырады. Шамды өшіріп шығып кетеді. Пердені ашып, ойнап жатқан баланы көріп жымияды. Асханада қызы шыққан әкесін естіп, тұрдыңыз ба деп сұрайды. Мына Люсидің картинасы қайда дегенде, сіз өз пәтеріңізбен шатастырдыңыз дейді. Каминге жақындап, ізі қалған жерді көріп, Энн қара деп шақырады. Бірақ ешкім үндемейді. Сол кезде шай алып кеп, күтуші қыз Лора келеді. Түсінбеген қария Энн қайда деп сұрайды. Энн кетіп қалған, дәріні әкелем деп шығады. Оларды әкеліп, кішкентай балаларға сөйлегендей, көкшіл дәрі деп тұрғанда, менімен ақыл есі кеммен сөйлескенде айттыңыз деп оны ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Келесіде олай жасамайтынын айтып, кешірім сұрайды. Күтуші қызға Люсиге қатты ұқсайсыз деп ойын жеткізеді. Қызыңыз онымен не болғанын айтты маған, өте өкінішті дегенде, не туралы айтып тұрсыз дейді. Қайғылы жағдай десе, қандай жағдай, не жайлы айтып тұрсыз деп Энтони түсінбейді. Сонда қыз оның білмейтінін түсініп, жай ештеңе, дәріңізді қабылдаңыз деп әңгімені басқаға аударады. Сол кезде мен Полмын деген адам кеп қалады. Мен қазір киімдерді әкелемін деп қыз кетеді. Сонда Пол, мен сізге бір сұрақ қояйын, бірақ шынайы жауап қатыңыз деп, сіз әлі мұнда қанша уақыт боласыз және қанша уақыт жүйкені жұқартасыз деп оның бетінен шапалақпен бір-екі рет ұрып жібереді. Сонда ол жылап, Энн деп шақырады. Асханадағы қызы жүгіріп келіп, не болды дейді. Қайта Полдың түрі басқа болып шығады. Оны тыныштандыруға тырысады. Содан Энн айна алдында ойланып, жаймен кеп отырып, Полға қарап, иә дегендей басын изейді. Ұйықтап жатқан әкесі бірде әке деген дауысы естіп оянады. Энн деп орнынан тұрады. Әке, бұл мен дейді. Люси, сен ба деп сұрайды. Бөлмесінен шығып, жай жүріп келеді. Іздейді. Әке деп шақырады. Алға қарай адымдайды. Есікті ашса, аурухана дәлізіне ұқсас жерден шығады. Таңғап тұрғанда, әке, мен мұндамын дегенде арт қарап жүреді. Солай дәлізбен Люси деп келе береді. Ашық тұрған бөлмеге жақындап қарайды. Ішінде әлгі күтуші қыз әке деп жатады. Келесі планда ол бетін жуып, ал қызы асханада тамақ әзірлеп жүреді. Бөлмесінен шығып, оны естіген қызы, тұрдыңыз ба деп сұрайды. Шай ішесіз бе дейді. Әкесі тура кеп есікті ашып көреді. Іші жай қойма болады. Жауып біртүрлі болып тұрғанда қызы, бүгін сізге келеді деп оған тамақ береді. Күтуші қыз, Лораны айтып тұрсың ба деп, оны түсімде көрдім, ол Люсиге ұқсайды дейді. Әңгімелесіп отқанда күтуші қыз Лора кеп қалады. Сөйтсе басындағы әйелді көріп, бұл ол қыз емес қой деп түсінбей тұрады. Сол қыз ғой деп қызының түрі де өзгереді. Мен Лорамын, кеше келіп едім ғой деп күтуші қыз сөзге тартуға тырысқанда бөлмесіне қарай кетіп қалады. Ойланып отқанда қызы кіріп кеп сөйлеседі. Сіз күтушімен ұрсып қалып, мен жаққа келгеніңіз есіңізде ма деп сұрайды. Сізге осы жер ыңғайлы болады дегенде, қай жер дейді. Осы жер деп қызы тіл қатады. Ал сенің жатын бөлмен қайда десе, мен Парижге кететінімді айтып едім ғой дегенде, мен жалғыз қалам
ба деп әкесінің көзіне жас келеді. Сөйтсе оны қарттар үйіне апарған екен. Көлікке отырып ойланып келеді. Ертесіне оянған Энтони тұрып, пердені ашып, әдеттегідей уақытты көремін деп қолына қарап, сағаты жоқ екенін көріп, «Эн» деп қызын шақырады, есікті ашып қарайды. Онда дәлізде тұрғандарды көріп, есікті жабады. Медбике кеп, оған дәрі бермекші болғанда, «Мен мұнда не істеп жүрмін? Сіз медбикесіз бе? Сіз не істеп жүрсіз?» дегенде, «Бірнеше аптадан бері сізге қарап келемін» дейді. Қызын сұраса, ол бірнеше айдан бері Парижде тұрады деп қызынан келген хатты көрсетеді. «Кеше екеуміз оқығанбыз» дейді. «Кейде демалыс күндері сізді көріп кетуге келеді» деп оны таң қалдырады. Сол кезде Пол деп таныстырған адам кіріп, қолын қойдырып шығып кетеді. «Кім бұл?» дегенде, «Бұл Билл. Сіз оны күнде көресіз. Ал сіз кімсіз?» «Мен Кэтринмін» дейді. Солай не болып жатқанын түсінбегендей тұрып қалып, «Мен кіммін?» деп сұрайды. «Сіз Энтонисіз» деп медбике жауап береді. «Жақсы ат» деп қалады. «Менің анам қойған шығар» деп анашым деп жылай кетеді. «Оны сағынды, мені жіберіңдер, үйге барғым келеді» дейді. «Не болды Энтони?» деген медбикеге, «Мен енді ештеңе түсінбей жатырмын. Мұның барлығы менің пәтеріме байланысты, енді басымды қайда қоям» деп еңірейді. Медбике оны тыныштандырмақ боп балаға сөйлегендей, «Алдымен киінеміз, кейін саябаққа барамыз, серуендейміз» деп көндірмекші болып жұбатады. Бірде ұмытып, бірде шатастыратын Энтони арқылы түсінбейтін оқиғаларды көріп, мұндай ауруға шалдыққан адамның өмірін бақылағандай болдық. Өзінің ақыл есі дұрыс деп ойлаған ол, басқаларға олай боп көрінбейді. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.